соңғы бөлме. Так, Дейлиннің бөлмесі, я. Так. Ей? Тоқта? Бұл не қып тұр? Ой, суғымай. Так, көрінші тоқта. Мына суық қой қар. Есік жаман жүрем. Суық кетіне ақ десем бәсі осыдан екен ғой. Так, мынада Дейлиннің киімдері. Так, ақшалары. Яғылышын алға потом. Жарты стейк. Жарты алмаға аламыз. Алайын. Кетіп көрал. Мен угіл қазуым керек қайтпақшы да. Угіл қазуға мен осыны аламын. Үй суып кетті ғой. Барып балконды ашып қойсын. Тап мен. Ой, осындай қарма не? Алынымы деп ойласам. Қандай қар жауыпсыздарым. Мен балконым не өлі. Қардың көкесі болып кеткен ғой. Дейлин балконына. Қар деген толық жоқ кеткен ғой. Қашан тоқтайды екен осы қыз? Майнкрафтта сразу жоқ кеткен ғой. Не бөлі. Так, енді барып арғы беттікі не істеу керек, ә? Так. Жоқ. Так, түсейік. Астында қар. Чего? Не мынау? Во. Мына жердің бәрі қарға айналып кеткен. Бәне. Осылай кезде видео түсірмесем. Так, видеоны бастайын. Бәріңіз сәлем достар, сіздермен біргемен Айзек және бүгін біз достар Майнкрафт ойнайтын боламыз. Бүгін екінші бөлім, короче, достар. Көптағандарымдай мен келе алдыңа бірінші бөлімде айтқан болатынмын. YouTube қауыспен бірге видео шығарам деп. Міне шығарып отырмын. Короче, шығарып отырмын. Алынаны қарандар. Достар. Не мынау? Мен үйім ішіне дейін жауып кеткен ғой, прикинь. Үйім ішін бәріне. Арттағы достарым бермей қойыңдар. Мен інім ғой. Сындыр. Терезеден кіріп кеткен. Ей, тоқта. Терезені алып тастадым ба? Хотя бы неде жауса болады ғой. Таңғысын кешке, білмей, ұйқым да кеп тұр. Видео түсіру керек. Үстелға енді бір күнде шығып қалады ғой. Короче, достар, мен жасап болған соң кездесеміз. Достар, қарандар, мен есікті ашылып кеткен. Міне біле. Есікті ашамай жатырмын. Так, ашып бастайық қазір есікті. Есік алдым қалай жауған, мен бірінші көрейінші тоқта. Так, достар, новый лопата алу керек сияқты. Ай. Қаты қалды ма? Бәрін алып тастау керек. Ай, нағайсы.
Қайсы келеді мынау? Қашу керек. Мына достар күтетін қарандар достар. Мен осы жерлердің бәрін қазу керек. Мен ана творческий режимге өтіп кеттім просто. Мен бәрін қазып тастау үшін выживанием қиынырақ болып кетеді. Бірақ сонда да бәрібір осының бәрін қазып тастасақ болды ең бастысы. Так, достар. Фоновый дауыстарын мен білмей қойдым, короче. Әнім бәрін қазу қиын ғой. Достар, істеуім керек. Қардың ішіне кіріп қатып отырған ода. Так. Мына кузница не істеп тастаған? Тоқта. Кузницаға қалай кеткен? Қолма дейді ме? Мен бұл кузницада тұрдым. Бірақ күн тұрдым мен кузницада. Ағаштар сындырып жүрмін. Выживание режиміне өте мал деймін. Ой, болмайтын сияқты ше. Опа. Выживанияға өте салайық. Ай, болды. Қайсысына? Жүгіремей қалдық қоймай. Жарайды болды, үйге керекші. Мына жерде ашық ба? Достым, творческийға кіріп. Бірақ істемесең. Так. Достар, біз үйімізді істеймін деп жатырық. Творческийға кіріп. Терезесін бәрін жауып. Мына достар, қиын болып атып что-то. Так, енді жасап. Если сток қоя беріп атсам ренжімеңдер. Так, мына бәрін істеп. Керек емес тағы. Таң атпасты істеді. Таң атып кетті ғой. Төбесін деген қасып істеп. Қосын төбесін деген алып істеп. Достарына миллион сағат отырамыз енді. Қашан жаз келеді екен, қысты бекер қаладық ше. Бірақ жаз ыстық болса қысты қалаймыз, қыста суық болса жазды қалаймыз. Осы қай мезгіл таңдайтынымызды білмейміз. Осы короче. Ана жерде еще не көп екен. Ана жердің астынан кіріп кететін қар көп екен. Кузницаға кіргендік. Кузницада мен киімдерімді тұрған шығар. Үш киімдерім киіп алайын түмін. Опа, енді нормально болды. Ноутбук. Так, ноутбук тұр. Ноутбук сындырып алдым. Все, детка. Сын. Апам мен қойдық сен. Allah'ım da şükür. Allah'a şükür. Tahsin. Vallahi. Қар жауып кеткен айтсайшы. Өздерін жиналыңдар, шетелдер. Мен жинамаймын. Шетелдер бар малды. Бәрі қатып үсіп қалған жер. Ютуб қауысына кір бар. Қат екен ғой мен. Кірмесең өзіңнен көрші кетер.
жақсылық жасалса. Адам емес. Мені тастады да қаша жөнелді. Көрмегенді көрсетті, қанымызды ішті ғой. Талай жыл берекемізді кетірді. Қар жауып кетті, ой-ой. Скоро жаңа жыл. Бәрін лақтырып тастайық. Не істерімді білмедім. Жападан жалғыз шарасыз. Бәрін лақтыра береміз. Опа, сиғатем лақтырып жібердік қой. Мәні, қаражды да жауып тастаған қармен кетші. Екінші неге қалдыратындарым екінші бөлімге. Өйткені қиын үй суық болып кеткен пешкі жасап алу керек үйге. Осымен видеоны аяқтаймын. Короче, достар, сіздермен бірге болған мен Айзек, және бүгін біздің видеомыз соңына жетті. Ал қош сау болыңдар, осының екінші видеосы, екінші несі. Короче, 100 лайктан кейін екінші бөлімі. 100 лайк жинамай-ақ түсіре берем, короче, екінші бөлімін. Ертең бағы шығады ғой.